Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Арс. Бүгін біз Roblox ойынын жалғастырамыз. Так, бүгін бізде сол баяғы үй салуымыздың 4-ші бөлімі, короче. Бүгін біз автокөлік өзіміздің тұрағымды көрсетем, короче. Өзім көліктер алып қойдым. Бірінші этаждағы көліктерді көрсететін боламын. Басынан бастап көрсетейін. Мынау келик 6-да 6, короче, 6 аяқ. Артына осылай отыруға болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6 адам отырады по идее. Так, рөлге отыратын болсақ, дауысы осындай. Іш салон. Гранатовый салон ба, короче, сондай цвет қой. Осы цветі қап-қара. Мына жерде бәрі қап-қара болып қояқ қойдым. Іштерінің қызығы болып, типа лакшери қылып қойдық қой. Так, мынау Bentley, тоже Bentayga сияқты. Дауысы осындай. Жүрісі қатты жүрмейді енді бұлар. Нормальный, короче. Так, одан кейін біздің келесі көлігіміз RR. Сол, кәдімгі шын өмірдегі сияқты іші әдемі. Rolls-Royce тоже бәрі. То есть бәрі деп мұнға 2 штук. Ой. Мынаның ішінде мынандай, короче, үлкен бойы кішкентай болып қалды ма? Мына көліктің өзі үлкендеу. Бұлардың бәрі жай жүреді, короче, бұлар тек былай. Осы бірінші этажда тұратын көліктеріміз. Астыңғы этажда тағы көліктер бар. Бұлар уже спортивный ғой, короче. Так, мынау тоже Bentley. Седан, 4 есікті. Іші әдемі екен мынаның. Так, дауысы қатты жоқ екен бұның дауысы. Ничего, келесі сол баяғы өзіміздің алған келик қой. Бұның дауысы енді. Бұны білет жарсыздар. Дауысы міне осындай. Ну, нормально, короче. Кәдімгі келик. Так, бұны 6x6 келигімізді айдақ көрейік. Кеттік енді астына түсейік. Қызық, ең қызық жерге түсейік. Короче, қызық машиндер осы жерде. Так, сіздер көрмей күте тұрыңыздар. 1, дайынсыздар ма? 1, 2, 3. Ё-майо. Қараңыздар, қанша миллион доллардың машиндер тұр. Ё-майо. Кеттік енді бай өзіміз кірейік. Келик тұра берсін. Арзандарынан бастап көрсете берейін. Так, бұл бізде Мерс 2 есікті. Бұны көп болды алғанымызға, ең бірінші осыны алған сияқтымыз ол. Қатты қымбат емес, $1 миллион бағасы. 2 есікті кабриолет, короче, Мерс қой новый. Мынау вау, M5 KS седан 4 есік. Дауысы шек. Осындай кәдімгі M5, короче, KS-ка. Но тоже Мерс кабриолет сияқты ма, короче, үсті ашық, 2 адамдық, 2 орындық. Осындай дауысы қатты жоқ екен енді. Жүрісі де қатты емес сияқты, тұра берсін. Бұларды айдап не стоит? Вот, міне тұра айдайтын машиндер. Так, енді соңғы бәқамыз. Мынау бірінші алған бәқаларымыздың бірі, 2 есікті. М4. Так, Lamborghini ғой, короче. Арзанын деп қоям. Бұның өзі негізі. Дауысы сұмдық енді. Скоростта бар жоқ сияқты. Айдап көрейік енді. Так, гаражымыздан шығып алайық. Дауысы деген. Ой. Так, іші міне. Дауысы деген. Кеттік ау. Скорс деген енді ұшып тұр. Так, бұның бағасы айта кететін болсақ. Неше екен? Примерно $1 миллион екен. Қатты қымбат емес екен. Дауысы бірақ аш екен. Скорста нормаль екен бұлай. Первый лица дейтін болсақ. Осылай. Короче, келесі көлігіміз сыртқа қоя берейік осылай. Келесі көлігіміз бізде Так,
Ferrari ғой, е-мая. Бұның бағасы бізде... Так. Бұның бағасы бізде примерно бір 5 миллион доллар болу керек, я. Дауысы дейтін. Іші карбон полный. Сырты қызыл. Так. Жүрісі енді нормально, по идее. Дауысы қатты шықпайды екен, бірақ. Ой. Мәссан, көлігіміз бәсе. Жүрмей қалма деп ойлап едім. Так, мына жаққа шығайық. Скорость тексерейік ал. 1, 2, 3. Базар жоқ. Короче, нормально болды. Вот сияқты. Вау. Феррари есть. Феррари болып тұр, короче. Так, мынада өшіре қоя саламыз. Так, енді ең қымбат көліктің скорсын қарайық. Короче, тұраққа келіп тұрмын уже мен. Ал бастайық. 1, 2, 3. Ема. 350, 380, 207, максимально 207 екен, короче. Мен көршілерімде жарысысы келіп жүрген сияқты да. О, кеттік ау. Қалып қойды. 207 нормально болады. Средний, короче. Бірақ максимальный осы сияқты да патауын қойып саған. Бірінші орында осы, короче, ең қымбат көліктер. Так, достар, барлық көлікпен таныстық. Менде тағы бір 3-4 көлік бар, олар енді бұлардан қымбат емес, көрсетіп керек емес деп ойлаймын. Біздің гаражымыз міне осылай толып қалды. Барлық көлікті жаңа кіргізіп қойдым. Бірінші этаждағы барлық көлікпен бүгін таныстық. Ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Міне менің гаражым осындай. Келесі бөлімді күтсеңіздер. Сол жаңағыдай айтқанымдай лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Примерно бұлардың бағасы 100 миллион доллар шатчер, бәрін қосқанда. Ну, примерно, короче. Келесі бөлімде бізде уже 2-ге қалды, тек мынау, мынау. Осылай біздің видеомыз аяқталады бүгінгі. Барлық көлікпен таныстық. Сіздермен бірге болған Арс. Қош сау болыңыздар.